Математика 6 класстың 1391 есептін шығарайық. Бізде бірінші теңдеу. Мына жерде бізде графигін салу керек. Кез келген теңдеуде график салу үшін функция деп аталады. Функция дегеніміз бізде y. Y-ті бөлек шығарып алуымыз керек. Мына таңбасы плюс болғасын, плюс еш нәрсе қойған жоқпын. Тең. Одан кейін ары қарай өткізуіміз керек. Теңдіктің екінші бетіне x-ті өткізетін болсақ, минус x болып өтеді. Минус 3 теңдіктің бетіне плюс 3 болып өтеді. Сонда біздің функциямыз мынандай болады. Енді бұл функцияның графигін сызу үшін біз кесте құрып алуымыз керек. X-ке мән беруіміз керек, сөйтіп y-дің мәндерін табуымыз керек. Енді желательно теріс мән 0 және 10 мән берген дұрыс. Мысалы, жерге минус 2 қойайын. Жерге 2 қойайын. Сандарды біз ойдан қоямыз. Енді x-тің мәнін мына жерге қоям. Минус 2-ні жерге минус x-ке қойсам, плюс 2 болады. 2-ке 3-ті қоссам, 5 шығады. X-тің орнына 0 қойсам, 3 шығады. X-тің орнына 2 қойсам, сонда минус 2 плюс 3 бұл жерде неше шығады? 1 шығады. Енді графигін осыған қарап сызамыз. Мынау бізде y осі, мынау x осі. X-тің мәндерін мына жерге жазам. Бізде минус 2 бірінші тұрған, минус 2 мынау жаққа қарай. 1, міне, минус 2 мына жерде. Минус 2 болғанда y-іміз неше болады екен? 5 болады екен. 5 дегеніміз 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге 5 те қойық. Сонда екеуінің қиылысқан жеріндегі нүкте. Міне. Енді x-іміз 0 болғанда y 3 екен. X-іміз міне 0 болғанда y 3. 1, 2, 3. Екінші нүктеміз мына жерде. Үшінші x-іміз 2 болғанда 1, 2 болғанда y 1 екен. Ол міне 1 y. Екеуінің қиылысқан жердегі нүкте мына жер. Сонда біздің түзуіміз мына жерде мыналарды сызғышпен бүп түзу қылып былай созылып кете береді, соза бересіздер. Міне графигі осы. Екінші теңдеу көрейік. Екінші 2x минус y минус 4 тең 0 дейді. Бұл жерде де минус y деп жазып алайық бірінші мейлі. Теңдіктің бетіне өткізетін болсақ, минус 2x, мынаны өткен кезде плюс 4. Енді бізден адайық минус y болып қалмау керек. Кәдімгі таза плюс y болу керек. Сондықтан аналардың барлығын таңбаларын өзгерту үшін минусқа көбейтіп жібереміз. Сонда мына жер плюс болады. Мына жерің 2x, мына жер минус 4 болады. Енді қайтадан кесте сызамыз. Кестеге де кішкентай сан берсек те болады. Мысалы, минус 1 дейік, 0 дейік, мына жерге 1 дейік. Сонда y-іміз неше шығады? Минус 1-ді қойсақ, мына жерге минус 2, минус 4, сонда екеуін қоссақ, минус 6 болады. Мына жерге 0-ді берсек, минус 4 шығады. 1-ді берсек, 4-тен 2-ні алсақ, минус 2. Енді осыларға пайдаланып графикті сызайық. Мына жерде x осі, y осі. X-іміз минус 1. Минус 1 мына жерде. Y минус 6 екен. Сонда ол төменге қарай. Минус 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді дәптерге клеткамен сызасыңдар желательно. Сонда екеуінің қиылысқан жеріндегі нүкте мына жер. Одан кейін x 0 болғанда y-іміз минус 4. Яғни x міне 0 болып тұрғанда ол минус 4. Мына жер 2, 3, 4, минус 4. Мына жер. Нүктемізді осылай белгілеп қоямыз. X енді 1 болғанда y-іміз минус 2 екен. Міне x-іміз мына жер 1 болғанда ол минус 2 мына жер. Сонда екеуінің қиылысқан жеріндегі нүкте мынау. Мына түзуімізді бұлай жүргіземіз. Мыналардың бәрі түзу кетеді осылай ұзыннан ұзын болып. Енді үшіншісі. X қосылған 4y азайтылған 3 тең 0. Енді қарайық, бұл жердегі 4y тең x теңдіктің бетіне минус x плюс 3 болып өтеді. Таңбалары өзгереді. Енді y жалғыз өзі қалу үшін не істейміз біз y-ті
мына арасында көбейту болғанда мына санды 4-ке бөліп жіберуіміз керек. Минус x плюс 3 бөлу 4. Бөлуді бөлшекпен жазған дұрыс. Енді барып кесте салайық. X. Енді бізде мына жерде бүтін сан шығатындай қылып ойластыруымыз керек та. X-ке қандай сан берсек, бүтін сандар шығады. Енді мына жерден мысалы 4 шығу үшін X-ке 7 беруіміз керек, үлкен сан болып кетейін деп тұр. Мейлі болса бола берсін. X-ке 7 берейік. Минус 7 ма? Жоқ. Мына жерге минус 3 берейік. Минус 3 емес, кәдімгі 3 берсек, плюс 3-тен бастай берейік. Ал 3 болсын. Одан кейін, мысалы, жаңағы 7-мізді берейік. Енді есептеп көрейік осыған қарай y-іміз қандай сан шығады. Егер x-дің орнына 3 қойсам, мына минус 3 болады, плюс 3, сонда y 0 шығайын деп тұр. Егер мына жерге 7 қойсам, 7 минус 7, 7-ден 3-ті алсаң 4, минус 4-ті 4-ке бөлсек, минус 1 шығады. Енді осы негізінде 2 нүктемен де анықтауға болады. Сонымен анықтай берейік координатамыздың несін. Нүктелер қаншалықты көп болса, соншалықты нақтырақ болады. Мына жерге дейін бұлай қалып қоймайды. Енді көрейік. X-іміз 3 дейді. 1, 2, 3. 3 не жер. Сол кезде y 0 болады дейді. Y не жер 0 ғой. Онда бірінші нүктеміз мына жерде. Екінші нүктеміз x 7 дейді. 3, 4, 5, 6, 7 не жер. Сонда y минус 1 дейді міне. Минус 1. Мына нүкте. Сонда біздің түзуіміз бұлай кетеді екен. Мына екі нүктені қиыстырып, бұлай соза салуға болады.